Түркі тайпаларының әліпбиі 35 әріптен құралды. Ол алғашында ру тайпаларының таңбалары бойынша жасалған. Түріктердің төл жазуы руна жазуы деп аталады. Бұл жазу ежелгі скандинавиялық руна жазуына ұқсас болған. Руна ескі, көне деген мағынаны білдіреді. Ежелгі түрік жазуының ескерткіштеріне тастағы жазулар жатады. Мұндай ескерткіш жазулар 19 ғасырда Монғолиядағы Енисей және Орхон өзендері бойынан табылған. Бұл жазулардың көпшілігі қайтыс болған адамдардың басына қойылған құлпытасқа, жартастарға ойылып жазылған. Осы жазу табылған жердің атына байланысты Орхон Енисей тас жазуы деген атпен белгілі. Бұл түркі руна жазуларында 6-8 ғасырлардағы түрік қағанатының тарихы, қолбасшылар мен қағандардың өмір баяны, ерліктері мадақ ретінде қысқаша баяндалған. Осы ежелгі түрік жазулары Білге қаған, Күлтегін, Тоныкөктің құрметін арналған тарихи ескерткіштер. Күлтегін 684-731 жылдары әскери қайраткер, бас қолбасшы, атақты батыр. Ол бүкіл түрік мемлекетінің әскерін басқарған. Күлтегін әскер басы Білге қаған Тоныкөк кеңесшісі болып тұрған 15 жыл қағанаттың ең гүлденген, мерейі тасыған кезеңі болды. Күлтегін Білге Тоныкөк мемлекетті күшейту мақсатында көптеген жорықтарға қатысып, жеңіске жетіп отырған. Олар бар күшін түрік мемлекетін біріктіруге жұмсайды. Осы мақсатта ішкі және сыртқы жаулармен күрес жүргізеді. Осы шайқастарда Күлтегін өзін тамаша қолбасшы, батыр ретінде көрсете білді. Күлтегіннің жауынгерлік жорықтары туралы қабіріне қойылған құлпытасқа ойылып жазылған. Ғылымда Күлтегін жазуын руна немесе сыры ашылмаған құпия жазу деп атайды. Күлтегін ескерткіші қазіргі Монғолия мемлекетінің астанасы Улан-Батордың батысынан табылды. Ескерткіш астанадан 400 шақырым жердегі ескі қорғанның маңында орналасқан. 1889 жылы осы ескерткішті алғаш орыс ғалымы Ядринцев тапты. 1893 жылы Дания мемлекетінің ғалымы Вильгельм Томсен Людвиг Петр онда жазылған алғашқы сөздер тәңір және түрік сөзі екендігін анықтаған. Тоныкөк шамамен 646-731 жылдар. Түрік қағанатының көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері. Бас қолбасшысы, ойшылы, ақын болған. Ол білімі бар елшіде болды. Ол түріктер елінің 3 қоғам қайраткері, қолбасшысы, елтеріс қапаған, Білге қағандардың ақыл беретін кеңесшісі болған. Құтлықтың ұлдары Білге, Күлтегінмен бірге Тоныкөк түркештер тайпасы мен қытайларға қарсы жорықтарды басқарған. Тоныкөк түріктердің жауынгерлік даңқын әлемге танытқан батыр қолбасшы. Ол түрік әскеріндегі ең жоғары мәртебе Апатархан, яғни түрік әскерінің саяси жетекшісі деген лауазымға ие болған. Кемеңгер ойшыл Тоныкөк көрші елдер және тайпалармен достық қатынаста болу керек деп санаған. Тас қабірлерде түркі елінің қуанышын, ерлігі мен елдігін жырлап тасқа қашап, мәңгілік мұра қалдырған. Тоныкөк тас жазуда із қалдырған қолбасшы, әрі дарынды ақын. Білге қаған 681-734 жылдары. Шығыс түрік қағанатының қағаны. Білге түрік батыры Күлтегіннің ағасы. Түрік қағанатын күшті мемлекетке айналдырып, еліне бейбіт өмір орнату үшін Білге Күлтегінді әскер басы, ал ақылгөй батыры Тоныкөкті мемлекеттік кеңесші етіп тағайындады. Сөйтіп Білге Күлтегін Тоныкөк ақылмен, адалдықпен, қайраттылықпен өзара тіл табысып, елін жерін қорғап,
бейбітшілік орнату үшін бірлесті. Ақылды да қайратты білге қаған, тоны көк күлтегін түрік еліне бейбіт өмір қажеттілігін түсініп, оны орнатуға ұмтылады. Білге қаған тұсында 20 жыл шамасында Қытай мен екі ел арасында бейбіт өмір қалпына келтіріледі. Білге Құтылық, Күлтегін, тоны көк қағандар және басқа батырлар мен даналардың елдің бірлігі мен оны қорғау жолындағы ерлік істері білге қаған ескерткіштерінде жазылған. Бірлесіп ынтымақта болған түркі халқын жеңетін күштің жер бетінде жоқ екенін баяндайды. Түркілердің күші олардың бірлігінде екенін ерекше айтады. Бұл ескерткіш көне түркі тілінде жазылған. Батырларының ұлы ерлігін жырлаған мәңгі өшпес мұра.